Маңғыстау облысының туристік әлеуетін көтеруге 100 нақты қадам ұлт жоспары көмектеседі. Биыл туризмді дамыту үшін өңірде 1 миллиард теңгедей қаржы бөлінген. Мамандардың айтуынша бұл қаражат саланы жаңа деңгейге көтеріп қана қоймай, шағын және орта бизнесті дамыту арқылы аймақтың экономикасына да тың серпін береді. Ал туристік кластерге өлкенің табиғи және тарихи құнды жәдігерлері негіз болмақ. Ірі туристік фирманың иесі Евгения Слюсарева Маңғыстау облысының көрікті жерлерін тізбектеуден шаршаған емес. Туған өлкенің тамылжыған табиғаты мен қайталанбас ерекше орындарының көптігіне туризм саласында жұмыс істеген 25 жылдың ішінде әбден көз жеткізген. Тек өткен жылдың өзінде Маңғыстау облысына 50 мыңдай турист келіпті. Енді шетелдік туристік операторларға арналған 10-шы ақпараттық тур өтеді. Есть только у нас. У нас есть Падина Карагия. Біздің кең байтақ жерімізде туристерге мақтанып көрсете алатын көрікті жерлер өте көп. Қарақия шұңғыры, үстірт аймағы, Каспий теңізі. Бірақ демалыс орындарына апаратын жолдарымыздың нашарлығы, қызмет көрсету сапасының ақсап жатқаны сынды кемшін тұстарымыз көңілге қаяу салады. Инфрақұрылымның құрылысы туризмді дамыту ісімен тікелей байланысты. Жолдар төселіп, автотұрақтар салынуда. Өткен жылы 3 бірдей қонақ үй ашылса, биыл тағы 2 қолданысқа берілмек. Жағалауда 22 демалыс базасы жұмыс істейді. Бүгінде ең ірі демалыс аймағы Кендірліге инвесторлар көптеп келе бастады. Бір қызығы, бұл орын ірі Мысыр елінің компанияларының назарына іліккен. В рамках 100 шагов нами разработана стратегия развития. 100 нақты қадам шеңберінде туризмді дамыту стратегиясы жасалды. Бірінші бол біз Кендірліде демалатын адамдар судан тарықпасын деп сумен қамтуды қолға алдық. Бұдан бөлек жоба ауыз су тапшылығын көріп келген Жаңаөзен қаласы үшін де пайдасын тигізеді. Көп ұзамай Көгез жерінде тағы бір туристік нысан пайда болады. 6 гектар алқапталып жатқан жерде этноауыл құрылмақ. Туристерге ұйымдастырушылар көшпенділердің ерекше тұрмыс тіршілігі мен мәдениетін көрсетеді. Гүлмен көмкерілген қазақ үйлер тігіледі. Таңғажайып бастамаға Мисс Қазақстан 2016 байқауының жеңімпазы Әлия Мергенбаева ұйытқы болғанын айта кету керек. Ару қыз белсенділермен бірге 500 ағаш көшеттерін отырғызыпты. Жасыл желек жобасын биылғы жылы Әлем аруы байқауында да көрсетпек. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы 24 KZ.